Саламатсыздар ма, студенттер? Даусым жақсы естіліп тұр ма? Бүгінгі сабағымыз гиперсілтемелерді ұйымдастыру. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы HTML тілінде гиперсілтемелерді ұйымдастыру. Бүгінгі сабағымызда тақырыбымызда қаралатын мәселелер гиперсілтемелерді ұйымдастыру, гиперсілтемелер мазмұны, гиперсілтемелердің тектерінің анықтамасы және түсіндірмесі және практика жүзінде пайдалану жүргізу. Сөздік гиперсілтеме, гиперссылка, гиперлинк, яғни сөздікте үш тілдікте. Бүгінгі сабағымыздың жоспары гиперсілтеме, веб-беттерде гиперсілтемелерді қолданудың әдіс тәсілдері, яғни үш әдісін қазір сіздерге қарастыратын боламын. Гиперсілтеме бұл құжаттағы басқа элементтерге гиперсілтеме жасауға арналған гипермәтіндік құжаттар бөлігі. Сілтеме, гиперлинк жергілікті дискіде немесе компьютер желісінде орналасқан құжат ішіндегі басқа бір элементке мәтін, тақырып, сурет және тағы басқа нысанға сілтеме беретін гипермәтінді құжаттың бір бөлігі. Гиперсілтеме немесе сілтеме интернеттің кез келген бөлігіне кіруге болатын веб-контент ретінде айтамыз. Сонымен қатар гиперсілтеме жаңа құжатқа немесе ағымдағы құжаттың бөлігіне ауысу үшін басылатын ерекшеленген сөз, сөздер тобы және сурет болып келуі мүмкін. Гиперсілтеменің үш әдісі, яғни үш түрі бар. Бір бет аумағында ауысуларды ұйымдастырады. Екінші, жүйелік ішілік, яғни бірдей серверде аумағындағы беттер арасындағы ұйымдастырылатын сілтемелер. Үшінші, жүйе аралық веб түйіндерінде орналасқан беттерге сілтемелерді ұйымдастыру. Келесі, гиперсілтеме әдетте веб беттерде мәтін мен гиперсілтемелер болады. Мәтіндер ақпаратты ұсынса, гиперсілтемелер веб-беттерді ашуға мүмкіндік береді. Веб-беттерде гиперсілтемелердің екі түрі қолданылады. Сыртқы гиперсілтемелер және ішкі гиперсілтемелер. Мысалы, біз интернеттен бір мәлімет іздейтін болсақ, яғни Google-ге кіреміз дағы ақпаратты жазамыз, бізге бірнеше сілтемені жасап береді. Соның ішінен ашылған сілтемелерін түсіруіміз керек, және де басқа бетке сілтеме жасаламыз, басқа серверге сілтеме жасалынады, және де ішкі, яғни өзіміздің жасап жатқан жобамыздың ішкі сілтемесіне де, яғни бір беттік HTML пейдж беттен екінші бетке сілтеме жасау, немесе сразу серверге сілтеме жасау, яғни сыртқы және ішкі болып екіге бөлінетін осыдан. Сыртқы гиперсілтемелер ағымдық веб-беттегі басқа сервермен орналасқан, жаңа айтқандарымызда басқа YouTube каналына, гиперсілтемеге, жаңағы Википедияға, басқа бір сайтқа сілтеме жасалынып тұрады. Ішкі гиперсілтеме дегеніміз бұл ағымдық беттегі, яғни осы веб-сайттың, өзіміздің жасап жатқан веб-сайтымыздың басқа беттері. Мысалы, мен колледждің сайтын жасап, немесе бір электронды оқулық, немесе бір портфолио жасап жатсам, осы HTML тілінде, соның бірінің ішіндегі, мысалы, 10 беттік, 20 беттік пейдж бет болса, соның ең бірінші басты беттен мен жаңағы колледждің жаңағы сайттар бетіне, расписание бетіне, немесе бірнеше беттеріне ауысуға, бұны өже сол сайттың ішкі гиперсілтемесі деп айтылып отырады бұның барлығы. Келесі, сілтеме құру үшін бізде яғни өзінің арнайы тегі бар. Мысалы, PowerPoint бағдарламаларында сілтемені жасаған кезде, бағдарламалық жасақтамалардың ішінде қолданбалы бағдарламалық жасақтама бар, сол қолданбалы бағдарламалық жасақтама ішінде Word, мәтіндік редактор, PowerPoint, яғни және де Excel, Access, солардың барлығында гиперсілтемелер пайдаланады. Енді соның ішінде, мысалы, PowerPoint-та бір беттен екінші бетке немесе сыртқа жасай береді. Міне, енді бұл біздің HTML тілімізде гиперсілтеме жасау үшін өзінің арнайы тектері бар. Жаңа бүгінгі қаралатын мәселелерді айтып кеттік, гиперсілтемеге жасалынатын тектерге тоқталып өтеміз. Міне, веб-беттерде енді World Wide Web жүйесінің ең тартымды ерекшелігінің бірі, яғни веб-сілтемеге сілтеме жасау. Сілтемені енгізу үшін бізге
answer, яғни а тегі жұпты тек, бұл ашылып жабылады. Бұлардың ішіне біз осы көп нүктенің орнына қазір біз өзімізге қажетті сілтеменің ішкі сілтеме және сыртқы сілтемелердің орнын қоямыз. Яғни answer тегі ашылып жабылады. Сілтеменің қайда апаратынын көрсету үшін сілтемеге адрес беріліп отырады, ол href деп отырады. Негізінде көбінесе href деп айтылып жатады, қысқартылған тілімен HTML-ді қолданатын, бірақ тегіміздің анықтамасы answer, ал href тегіміздің сілтеме деген сөзіміз бен hypertext, яғни сол жерге апарылады. Hypertext міне transference апарылады. Атрибутының сілтемесіне апарып отырады, URL адресіне. Бір ішкі сілтеме болса, бір папканың екінші папкасіне немесе сразу серверге орнатылса, міне осы href сілтемесінің атқаратын қызметі. Яғни бүгінгі біздің сайттардағы сілтеме жасау үшін бізге href тегі қажет болады екен. Осы href тегі арқылы біз сілтемелерді ары қарай қойып жұмыс жасай аламыз екен. Ол мәтін немесе бейне болуы да мүмкін. Сөзге қоя бересің, суретке қоя бересің. Енді веб-беттерге сілтемелерді қолдану әдісін қарастырамыз қазір. Енді веб-беттерге сілтеменің қолдану әдісі үшін біз жаңа таныстық, href әдісімен таныстық. Міне, href әдісі ашылды бізде. Міндетті түрде білеміз, яғни біздің тектердің барлығын білеміз, соның ішінде бүгінгі енді сілтеме қоюымыз href сілтемесі. Answer, ол міндетті түрде ашылып жабылады. Көрдіңіз, яғни сілтеменің жолын көрсету үшін сол сілтеменің көрсететін href сілтемесі. Енді сілтеменің адресі қойылады. Адрес деген түсініп тұрмыз. Бұл барлығымыздың кәдімгі өмірде жиі қолданатын сөзіміз адрес. Яғни сілтеме. Бұл сілтеменің адресі. Сілтеменің мәтіні беріледі. Одан кейін қандай? Бірінші бетке ауысума, сразу YouTube каналына ауысума, қай неге сілтеме бересің? Яғни сол беттеріне, мысалы бірінші беттен қорытынды бөліміне, пайдалану әдебиетіне деген сияқты сол барып жатқан сілтеме бетінің мәтіннің анықтамасын берілесің. Берілген жағдайда сілтеме құрамына енетін ерекшеленген сілтеменің мәтіні жазылады. HTML тілінде гиперсілтемелер ұйымдастырудың 3 тәсілін мен жұмыс жасап көрсетемін сіздерге. Жаңа бізде 3 түрі бар дедік, жүйелік, ішілік деп. Міне енді біздің HTML тілінде сыртқы және ішкі деп айтылып отырдық. Бөлінетін, енді соның ішінде мен қазір сіздерге 3 тәсілін көрсетемін. Қазір тәжірибе жүзінде көрсетемін. Бірінші тәсіліміз веб-беттерге сілтемені қолданудың бірінші әдісін көрсетемін. Яғни түсіндірме сөзінде, сосын және де біздің HTML тіліне жазылатын тектер түрінде. Сілтеме арқылы қазақ тілінде Википедияға қоюға болады, немесе қазір мен гиперсілтеме сөзінің Википедиясына қоюды көрсетемін қазір. Ол үшін біз барлығымыз білеміз, HTML тілі ашылып жабылады. Міне, көрдіңіздер ме? HTML тілі ашылып жабылады. Head, title, суреттің сілтеме берілуі, одан кейін body. Body біздің сайтымыздың денесі. Body'дің ішіне міне сіздерге қара түрмен көрсетіп қойдым. href сілтемесінен біз осы тегті жасақ, біз сілтемеге жұмыс жасай аламыз. Енді бірінші әдісті мен сіздерге тәжірибе жүзінде қазір жұмыс жасап көрсетейін. Оны жаққа қойып қояйық. Жазылуын міндетті түрде білеміз, HTML, head. Қазір бір несін жазамын, келесілерінде сразу осы жазылғандарымды көшіріп алып отыра береміз, Title, бүгінгі тақырыпты жазамын. Гиперсілтемелер ұйымдастыру. Бірінші әдіс. Қайтадан тілімді ауыстырамын. Title жабылды. Енді head тілін жабамын. Міндетті түрде бұл жүкті тектер. Енді мен ашамын. Қандай текті ашамын? Body. Бұл біздің сайтымыздың денесі. Body'ді ашамыз. Астына енді мен бүгінгі тақырыбымды жазамын. Қандай? Бірінші әдіс бойынша қайсы текті өттік? Яғни href әдісін өттіге. Тегін жазамыз. Одан кейін href. Жазамыз.
Студенттер, қайсыңыз? Жақсияр. Ақрев. Өшіреміз нені? Ақрев. Енді мен бұл жерден сразу Википедияның сілтемесін, яғни гиперсілтеменің сілтемесін сразу ала салайын, е? Гиперсілтеме Википедия ашайындағыны. Мұны жерден сразу жазып отырмай-ақ сілтеменің несін көшіріп ала салайын. Ой. Википедия. Гиперсілтеме. Жақсияр. Гиперсілтеме. Ақрев. Көрдіңіз бе? Біз қойдық, е? Нені өшір? Өшір микрофонды. Уже мен гиперсілтемесін қойып алдым. Яғни гиперсілтемені Ақревті жаздым. Бұл аншыр тегі, хрев бұл біздің атрибут болғаннан кейін, бұл міндетті түрде қызыл түспен беріле тұрады. Көрдіңіздер ме? Енді мен бірінші осын сілтемені қойып болғаннан кейін, сол сілтеменің атауын беремін, я? Гиперсілтемеге Википедияға деп қояйын, е? Гиперсілтеме Википедияға қою. Гиперсілтемеге қою деп жаза салайын қазір. Орналастыру. Гиперсілтемеге орналастыру. Мен енді орналастырып болғаннан кейін ағылшын тіліне ауысайындағыны А тегін жабамын А тег. Бұл уже біздің не дедік? Жаңағы гиперсілтемені орналастыру тегіміз. Енді мен бодиді жабамын. Сілтемені орналастырып. Бұл өзіне орналастырып болдық. Қазір енді одан кейін суретке қойып орналастырамыз. И және де үш әдісін тағы да көрсететін болам. HTML. Бұны да жабамын. Бірінші жаздық, келесілерін бар, ары қарай біз уже көрсетіп отырамыз. Енді бұл сразу сол сілтемеге ғана беріледі. Сақтаймын. Ағылшын тіліне ауысып. Әдіс 1. Точка. Сақталуын білеміз, е? Ұмытпай ған шығармыз. HTML, hypertext. Оның жақтан, яғни hypertext Mercury language. Бұл менің өзімнің сабағымның ішіне сақтадым жолына. Енді бұл нәтижесін тексереміз. Нәтижесін көру үшін біз екінші әдіс. Қазір басып тексеріп көреміз. Міне, менің жасалынған жобам, яғни Notepad++ті ашып біз жасадық. Қажетті жобамызды енді осының тексеріп алу үшін бізге браузер керек. Ол үшін браузерді, қай браузер бар сізде, сол браузерді ашылады. Қазір мен сілтеменің Википедия әдіс 1. Әдіс 1-ге барамын. Міне, гиперсілтемеге орналастыру. Көрдіңіз бе? Гиперсілтемені орналастыруды басам, уже мен гиперсілтеменің Википедиясына уже кірдім. Бұл уже сыртқы әдіске жатады. Бұл біздің бүгінгі тақырыбымыздың әдістеріміздің бірі сыртқы әдісте. Енді мен осының ішінде суретке орналастырамын. Сурет шақыру тегін білеміз. Image source. Image. Яғни image білеміз суреттер. Енді оның адресін болып беру үшін source тегін шақырамыз. Тең. Бұл жерге менде Википедияның суретін қазір өзімізге жинақтап қойған суреттердің ішіне міне Вики переименовать етіп Википедияның атауын аламын. Осы суретті мен қазір немізге сайтымызға қоямыз. .jpg форматы қандай? JPEG форматта. Көрдіңіздер ме? Енді бұның оқу үшін ары қарай жолын көру alt атрибутын қолданамыз. Тең, яғни біз не істейміз? Осы суретіміздің атауын береміз. Яғни сурет
гиперсілтемеге сурет. Гиперсурет деп қоя салайын. Гиперсурет атауын бердім. И осылай жасаймыз дағыны. With, his, бұл жерден біз, яғни сразу қолданылып жүрген, постоянно таблицада да, жаңағы не кез келген суретте барлығында қолданып жүрген атрибуттарымызды қолданамыз. With, тең, қаншаны береміз? 200-ді берейін. Одан кейін his, бұғанда тең, бұған мен, яғни 70-ті берейін. Және жабамын. Жабылды. Алып тастаймын дағыны. Енді бізде ахреф басында ашылды ғой, көрдіңіздер ме? Енді бұғанда ахрефті міндетті түрде аны жабамын. Бұл суретке қойылған болса да, мына ахреф, уже біз суретке қойдық қой, мына ахрефті мен алып тастайын дағыны. Осы ахрефке, бұл бетке емес, енді біз осы суретті де қолданып қойып отырық, сол үшін сақтайын дағыны. Екінші әдіс. Әдіс бір. Келесі. Менде әдіс бір. Ашамын. Міне, көрдіңіздер ме? Суретке басым, суретке барғаннан кейін, уже менде сразу суреттің үстін басқан кезде сілтеме шақырды. Бағана алдыңғы жаттығуымда не қылып еді маған? Құр Википедия деген, гиперсілтеме деген сөзге басқан кезде маған шыққан болатын. Енді бұл жерде бізде сразу суреттің сол жолымен суретті қойдым. Осы сурет арқылы суретке де қоюға болатын сіздерге көрсеттім. Енді дәл осылай осыны көшіріп алып, қазір мен сіздерге екінші әдісін көрсететін боламын. Бұны жауып қояйын. Бұл бірінші әдісіміз, жаңағы көрсеткен. Мен гиперсілтеме мағынасының сілтемесіне, яғни сыртқы сілтемеге жасадым. Енді біздің екінші әдісіміз ішкі сілтеме, яғни бір беттен екінші бетке қою әдісін көрсетеміз сіздерге. Ол үшін дәл осындай Notepad++ ашамыз. Жаңа бет тағы да создавать етеміз. Бұны уже екінші әдіс деп сақтаймыз. Екінші әдістен біз жаңа жасаған әдісімізден көшіріп ала салайық барлығын. Міне барлығын көшіріп алдым. Бізге қажетті тектерді қайта-қайта жазып жүрмей-ақ, өзімізге керек тектерді көшіріп ала салайық. Енді бұл жерде бодидің ішіне біз не істейміз? Бүгінгі тақырыбымыздағы гиперсілтеме, ішкі сілтемені жасаймыз екінші әдісімізде. Дәл осындай тағы да текті жаса бастаймыз. Ахреф тегі. Атрибут көк, атрибут қызыл, тегіміз көк болып жазылады. Тең, ахреф тең, міндетті түрде тырнақшаны ашамыз. Осы жерге ішкі тек болғаннан кейін мен сілтеменің атауын бере салайын. Ол үшін осы папканың ішіндегі екінші бетті ішкі сілтеме жасау үшін бізде міндетті түрде бет болу керек. Екінші HTML пейдж болу керек. Ал егер сіздер екінші HTML пейдж болмаса, ол сізге ашпайды. Ол үшін міне қазір сіздерге екінші арнайы жасалынып қойған екінші бетке HTML тегін шақырамын қазір. Және де бірінші әдісімізді де жаңа жасаған бірінші бетіме де соған байланыстырамын. Ол үшін мен қазір осы жерден қазір көшірейін дағыны сіздерге екінші әдісті түсіндірейін. Мен ахрефке қойдым ғой. Осы текті жазғаннан кейін міне ахреф жаңағы мен жазылған тегім. Файл менің папкам, сол тұрған папкам, яғни URL адрес хреф дегенімізден сол сілтеменің жолына апару деп. Менің сілтемем қай папкаде? Міне көрдіңіздер ме? Локальный диск, Аликоштың ішінде мынандай папкалердің ішінде менің екінші бетке HTML деген бетімді шақырып отыр. Міне. Жалпы сіздерге сразу полный папкалардың ішкі сілтеме болғаннан кейін папкалардың барлығын жасап көрсеттім. Ал енді қазір екінші жолы бар, ол сразу бір папка ашасындағыны соны сілтеме шақырып істей бересіз сайттарды. Енді кейбір сайттарда өзінде ұзақ тек қоюға болмайды, өйткені сіздердің тектеріңіз көйіп кетеді. Бұны да сақтаймыз. Әдіс
әдіс 2 деп беремін. Точка, HTML, сақталу жолын білеміз, и hypertext markup language сақтаймын. Студенттер, естіліп жатыр ғой, түсініп жатсыздар ғой, енді мен папкама барам, әдіс 2-2-ні басамын. Бастым, міне, екінші бетке өту үшін басыңыз дейді. Менің алдыңғы жасалынып атқан жаттығуымның ішіне екінші бетке өтті. Енді осы жерден қазір тағы да ахреф сілтемесін осыны көшіріп алайындағыны, бұл жерден мен енді нені әдіс 1 деген папкамыз бар емес па? Осы әдіс 1 деген папканы жаңағы бірінші құрған әдісімді қазір шақырамын. Ол үшін мені әдіс 1-ді переименовать етіп аламын. Жаңағы менің блокнотқа жасаған папкамның ішінен әдіс 2-ге барамын. Бұл жерден файлдың ішінде, дәл сол файлдың ішінде, бұл да, міне, көрдіңіз ба? Дәл сол файлдың ішінде, теңі қалып кеттік. Сол файлдың ішінде, бірақ мен екінші бетке емес, мен уже істеймін, HTML 1 бетке шақырамын. Көрдіңіз ба? Менің жасаған әдісімді. Бұны сохранить етемін. Бірінші әдісімді қазір нәтижесін көретін боласыздар. Әдіс 2-ні басатын болсақ, міне, екінші бетке өту, міне, бағана жасаған Википедия әдісім. Бұны бассаң, уже сыртқы сілтемеге кетіп қалды. Көрдіңіз ба? Гиперсілтеме дегеніміз мәтінге, суретке осылай бере-бере болады. Енді сыртқы сілтеме әдісінің тағы бір түрі бізде осы ненің YouTube-қа сразу сілтеме беретінді қазір көрсетейін. Қазақша YouTube-тың сілтемеге беру деген. Дәл осыны. Бұлда да сондай барамын. Бұны ішкі емес сыртқы әдіске, бірінші әдіске қойсаңыздар болады. Бұл уже YouTube-қа шақырғаннан кейін бұл сыртқы әдіске жатады. Ахреф гиперсілтеме әдісі, HTTP, көрдіңіз бе? HTTP. Бұл уже сол YouTube каналымыздың сілтемесі Википедия. Сыртқы әдісте міндетті түрде HTTP жазылып отырады. Уже хаттамасы жазылып отырады. Міне қазақша Википедия. Қазір мен бұны сақтаймындағыны, бұны сақтап, мен бірінші әдіске барып басатын болсам, міне қазір қазақша Википедияға деп барсам, сразу менде YouTube каналына қашылып кетеді. Сабақ тақырыбымыз YouTube каналындағы сілтемеге сразу кетті. Бірінші әдісімізде қарағандарыңыздай, Википедияның гиперсілтеме сөзін Википедиясына сыртқы әдісіне сілтеме бердік. Сразу екінші сыртқы әдісін тағы бір түрі жаңағы неге бердім? Текстің өзіне YouTube каналына жібердім. Екінші имейдж сурет, Википедия суретіне мен тағы да сыртқы неге сілтемеге беріп жібердім. Бұл бірінші әдісі. Екінші әдісімізде уже папкалардың ішінде сілтеме жасау. Міне, өзімнің алдында жасалынған бөлек файлға сілтеме бердім. Тағы бір қарап шығыңыздар, міне. Көрдіңіз бе? Енді мен бұлардың арасын әдемілеп бөліп қою үшін BR тегін қолданамын. BR тегін білеміз. Мәтіндердің Enter'дің қызметін атқарады. BR тегін сақтаймын. Екінші әдісті басамыз. Келесі Enter'дің қызметі бірінші басамын. Менің алдындағы дайындалған жаттығуыма көшті. Екінші осыдан қайтадан екінші әдіске барсам, бүгінгі сабағымыздағы сілтемеге көшіп отыр. Көрдіңіз ғой, Енді бұл біздің екінші әдісіміз. Енді менің үшінші әдісіме көшетін болсақ, бұны да сыртқы әдіс деп айтамыз. Бұл сразу менің почтама жіберу. Кез келгендеріңізде почтама. Ол үшін ахрефтен кейін міндетті түрде mail to деген тек қолданылу керек. Mail to деген тек болса, міне сол кезде сіздің почтаңызға, басқа біреудің почтасына сразу хатты жөнелту болады. Дәл сондай, бұда да қазір көрсетемін. Тағы да үшінші әдіс, тағыдан жаңа құжат ашамыз. Бұны да осылай керекті жаттығуларды қолданып аламыз. Гиперсілтеме ұйымдастырудың бұл үшінші әдісі деп атауды бердік. Hit body'дан кейін body'дің нелерін жазамыз қазір. Мен қазір нағыз негізгі тектерді жазылып алдым. Негізгі текті білеміз. HTML, hit, title, body негізгі тектер. Барлығы жұпты тек, яғни парымен жүру керек. Енді body'дің ішіне бүгінгі үшінші әдісімізді көрсететін болам. Үшінші әдісіміз біз сразу почтаға сілтеме беру. Ол үшін тағы да
ахрефті жазамыз. Ахреф. Сразу жазбай-ақ, осылай жазбай-ақ көшіріп алсақ та болады. Енді мен сіздерге ахрефтен кейін жаңа не айттым? Mile to дедім, mile to тегін қолданамыз. Mile to тегін қолданамыз. Міне, үшінші әдісте mile to тегін қолданады. Одан кейін сразу біздің немізді береміз. Қос нүктені қоямыз дағыны. Менің өзімнің жеке почтамның атауын жазамын. 84 собачка mail.ru. Міне. Енді біз тырнақшамызды ашамыз. Mile to. Көрдіңіздер ме? Үшінші әдісте, яғни Mile to өзінің атауын бердік. Бағанан бері екі қос нүктені қойып келедік. Сол себептен екі қос нүктені қоя. Енді бұған нені мен ахреф автомат түрде ол жабылды. Енді бұған өзімнің Жұманова Мөлдірдің почтасына хатты жолда. Жұманова Мөлдірге хат жолда. Осылай мәтінін беріп қояйын. Міне. Енді ахреф өзі жабылды. Сақтаймын. Бұны әдіс 3 дейміз. Әдіс 3. Ағылшынша жазайын. Әдіс 3. Точка. HTML. Астын барамызда hypertext меркі ойымыз барлығын бір жерге сақтаймын. Енді барып, сол папкамын ішін ашып, әдіс 3-ті ашамын. Жұманова Мөлдірге хатты жолда. Басамын, уже сразу менің почтама, mail.ru-ма сразу келеді. Қаяқта тұратын, мені көріңіз. Уже бұл сыртқы сілтемеге жетті. Бұл жерде бүгінгі тақырыбымызда текті ашайын. Сыртқы тек YouTube каналына, Википедияға және де сурет қойып, сол суретті басу арқылы да жібердік. Және де үшінші әдісіміз ахреф mail.to. Бұл почталарға жіберілетін. Бүгінгі гиперсистемелі тақырыбымыз үш әдісіміздің ішіндегі үйренген тектеріміз ахреф, аншыр, хреф. Ахрефтегі бұл жабылатын тек. Mail.to бұл почтаға жіберетін тек. Бұл үшінші әдісімізде. Екінші әдісімізде ахреф бұл бізде жеке папкаға жіберу. Бұл бағана айтып кеттім сіздерге. Тағы да бір файлдарды құрған кезде әдіс 2-ге қояйық. Ахреф жеке жолын беруіңіз керек, немесе бір папка создавать етіп алуыңыз керек. Сол кезде. Ал енді қараңыз. Бір папка создавать етіп, сол папканың атын ғана берсеңіз болады, сол сіздің құрып атқан жобаңыздың ішінде. Мынандай көп файлдың орнына бермей-ақ, бірақ негізінде тез оқып тану үшін мен осы сіздерге түсінікті болсын үшін барлық пунктты, яғни URL адрестерін қойып қойдым. Екінші, сіздің жобаңыздың ішінде мазмұнның бетінде, яғни фреймге бөлінген, сол жақ фреймде басасыз бірінші беттен, уже сізде 15 пейдж бар деп есептеңіз, 15 пейджден индекс, яғни главный пейджден біз сразу бұл жерде қолданылады target blank деген тек қолданылады, target атрибуты blank. Сол бір беттің ішінде тек мәліметтер өзі. Сол жақтағы файлды басқан кезде ортада шығып отырады. Ортаға шығып отырған ақпаратты target blank қызметін атқарып отырады. Бұл бір беттің ішінде тек өзгеріп отырады. Бұл ішкі файл, көрдіңіз бе? Ішкі ағалық файл деп айтсақ болады. Яғни бір отбасы ашылды, отбасында 10 адам болса, сол 10 адам бірінші ағасын басасын, ортаға шығады, інісін басасын, ортаға шығып отырады. Бұл бөлек бетке, яғни вкладка болып ашылмайды. Сол бір вкладканың ішінде тек ортаға шығып отырады. Таргет дегеніміз барлығымыз түсінетін шығармыз. Қазір Instagram арқылы таргет деп жатады ғой, SMM мамандар. Міне таргет дегеніміз сол ортаға бір отбасының ішінде тек ортаға шығып өз-өздерін таныстыру деген сияқты. Яғни таргет план. Сол беттің ішіндегі ағалығы бұл. Көрдіңіз бе? Яғни ішкі сілтемелердің ішінде тағы да бір әдісі бұл. Ол үшін сіздің жалпы қолданылған сайттарыңыздың ішінде барлығы бір папканың ішіне орналастыру керек. Суретке шақыру үшін бірінші әдісімізде біз суретке шақыру үшін қандай image тегі, бұл суреттерді шақыру тегі, бұл source, source бұл, яғни біздің ахреф сияқты
URL адресі, жолын көрсету, апару, пунктке апару. Міне көрдіңіз ба? Міне дәл осындай қандай суретке? Википедия суретіне мен қойдым. Бүгінгі сабағымызда біз осы үш әдісті қазір қарастырдық. Бірінші әдісіміз, міне қайталап айтамын, сыртқы сілтемеге, сыртқы сілтеменің бірнеше түрін көрді. Екінші әдісіміз жаңағы беттерге түсіндірдім. Бір папканың ішіне немесе бір таргет бланкты қолдансаңыз болады деп, яғни қолданатын тектер көп. Үшінші әдісіміз біздің mail to тегі қолданылды. Енді сіздерге бүгінгі сабағымызда HTML тілінде, HTML құрылған Notepad++ның ішінде нәтижесін браузер арқылы тексереміз. Осының ішіндегі жасалынатын жоба. Бұл практикалық тапсырмада барлық тек қойылып тұр. Осының барлығын сіздер теріп, ары қарай нәтижесін тексересіздер. Бұл біздің практикалық тапсырмамыз. Енді мен сіздерге қазір бұл практикалық тапсырманы модульге мен міне қазір гиперсілтемені қоя салайын. Міне модульге мен қойып қойдым. Мынау бүгінгі менің ашық сабағымыздың міне белгіленуді білеміз. Басамызда барлығымыз бүгінгі сабаққа қатысқандар осы жерге плюс басады. Дәрісімді қойып қойдым, презентациямды қойып қойдым. Сайттың ішіндегі ішкі сілтемелер, жаңа көрсеттім, беттің ішіндегі сілтемелер, яғни сайтта қаралатын жоспар бүгінгі сабағымызда. Гиперсілтеме анықтамасына тағы да қосымша сілтеме, және де лабораториялық жұмыс қойып қойдым. Осы бұл лабораториялық жұмыстарда өзіңізге қажетті тектерді бүгінгі тақырыпты үйренсеңіздер болады. Қосымша міне тапсырма, бейне сабақ қойдым, қосымша сілтемелерді де қойдым. Сіздерге қажетті дүниелердің барлығын осы модуль платформасында өздеріңіздің нелеріңізге кіріп алып көресіз. Бізге зертханалық жұмыстың осының ішінде қойып қойдым. Лабораториялық жұмысқа менің мынау бүгінгі тапсырма практикалық жұмысымды соның ішінен алып орындап модульге жүктейсіздер. Енді қазір сіздерге бүгінгі сабақта қаншалықты түсінгендеріңізді білу үшін межелік тапсырма бердім. Межелік тапсырма 5 сұрақтан тұрады. Яғни бұл сұраққа сіздер жауап бересіздер. Мәтін түрінде, яғни бақылау жұмысы түрінде. Гипермәтінді бейнелеу үшін қандай тектер қолданылады? Сілтеме дегеніміз не? Веб-беттерде сілтемелер қолдау үшін қандай әдістері бар? Веб-бетте гиперсілтеменің қанша түрі қолданылады? Гиперсілтеменің қанша түрі бар? Міне осылай 5 сұраққа жауап бересіздер. 5 сұрақтың барлығына жауап бергендеріңізге 5, 4-ке 4, 3-ке 3 деген сияқты бағалау ретінде қойдым. Бұл межелік тапсырманы мен сіздерге Google формасында жасалынған, қазір сіздерге сілтемесін мен жіберемін. Google формасында отправить етемін дағына. Гиперсілтеменің тектің көшірмесін алып, бұл мен модульдің астына қойып қойғанмын. Міне кері байланыстың екі түрінде қойып қойғанмын. Кері байланыс, межелік тесттік тапсырма, яғни студентте бүгінгі 5 бармақ тәсілі екеуінде модульге қойып қойдым. Бірақ қазір сіздерге мен WhatsApp-тан сіздерге орындарыңызға WhatsApp арқылы 7-11-18 WhatsApp чатына тастадым сілтемені. Осыны басып тез кіреміз дағына маған кері байланысты жасаңыздар. Осы сразу сіздер кіресіздер. Кері байланысты жасаңыздар. Гиперсілтемелерді ұйымдастыру міндетті түрде аты жөндеріңіз бен тобыңызды жазасыздар. Астындағы 5 сұраққа жауап береміз. И жауап беріп болғанын отправить етесіздер. Маған нәтижесі сразу келеді. Міне ответі маған сразу келеді. Мен кері байланысты сіздердің сразу бағаларыңызды тексеріп отырамын. Ответтеріңізді, топтарыңызды, аты жөндеріңіз. Келесі екінші осыны тез жасап болғаннан кейін, екінші сілтемені де жіберіп қоя берейін. Бұл бүгінгі сабағымыздағы әдісіміз, кері байланысымыз. Қазір 5 бармақ әдісі. 5 бармақ тәсілі барлығын түсінген болсаңыз басамыз. Енді түсініп келе жатырмын десеңіз осы сілтемені басасыз. Түсінбеген болсаңыз, яғни осы бас бармақты басасыз. Ол үшін мен тағы да сіздерге Google формында 5 бармақ тәсілін жаздым. Міне осы жерге я, жоқ, немесе мына жерге сөз арқылы, түсінбегеніңізді мәтін арқылы жазуыңызға болады. Оны да сіздерге қазір сілтеме ретінде тастаймын. Көшіріп алып, әлеуметтік желіге тастаймын. Жылдам бізге қажетті. Екеуіне де жылдам жауап беріп, кері байланысты маған жасаңыздар. Google формада жасалынған екі модульде де тұр. Сразу модульден ала берсеңіз де болады. Модульден сразу алсаңыздар да болады.
кері байланысты маған сразу жасаймыз. Баспармақ тәсілі. Жасап болғандарыңызды мен қазір тез бағалап жіберемін. Бүгінгі сабақтағы hypertext Mercury language. Жасап жатсыздар ма? Және де айта кетейін, үй тапсырмасы міндетті түрде Google-де жаңағы Moodle платформасына үй тапсырмасын қойып қойдым. Үй тапсырмасына 2 тапсырма бердім. Яғни HTML бетін ашып, Википедияға біздің YouTube колледжіміздің YouTube каналына сілтеме жасасаңыздар да болады. Өздеріңіздің жеке Instagramдарыңызға сілтеме жасасаңыздар, әлеуметтік желілердің қайсысын қолданасыз, соған сілтеме тастай берсеңіз болады. Екінші HTML тілінде қазақ тіліндегі танымал болған, яғни 3 сайтқа сіз гиперсілтеме бересіз. Қазақ тілінде қандай танымал сайттар бар? Міне соның 3-еуіне сілтеме жасап, жаттығуларды, яғни блокнотта нәтижесімен 2-еуін бірге менің Google форма, жаңағы Moodle'ге саламыз заданияға. И жаңағы шағын рекорд РТС снимок экранды пайдаланып, оны жасап та салсаңыздар болады өздеріңіздің суреттеріңіз арқылы. Яғни маған әдіс тәсілді кері байланыс жасаудың түрлері көп, алдыңғы үйреткенде дәл солай маған жасап жіберіңіздер. Пайдаланған әдебиеттер. Бұл менің өзімнің осы веб бағдарламалық платформамыздың басында тұр. Әдебиеттер, оқулықтар пайдаланған әр сабақ сайында пайдаланған әдебиетті қоямын, негізгі қосымшаларын барлығы. Маған қазір Google формадан жасаған жұмыстарыңызды жіберіңіздер, мен бағалап тастайын. Ой, молодец. Қазір 2 баспармақ тәсілінен 2 әдіс келіпті. Тексеріп жіберейік. Аты жөндеріңізді жазыңыздар дедім ғой. Аты жөндерін жазыңыздар міндетті түрде. Қазір аты жөні жоқ 2 адам. Ақбота жазыпты. 100%. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ғой, барлықтарыңызға, гиперсілтемені қоюдың Ahref, mail-to, image, target blank, тағы жаңадан өткен тектеріміз, яғни ең главный аншыр, Ahref тегі жұпты және жұпсыз тектер. Енді түсініп келемін дейді. Ақботағана жауап берген ба? Екіншісі кім екен? Аты жөндеріңізді жазыңыздар. Міндетті түрде аты жөндеріңізді жазыңыздар, Тағы да кімдер кері байланыс жасап жатыр? Жылдам жасайық. Яғни түсінбедім дегенге ответ жоқ екен. Бұл деген жақсы деген сөз, яғни менің бүгінгі сабағым сіздерге түсінікті болды. Барлығы тамаша. Енді маған сіздердің менің берген тапсырмамды жеңіл оңай жібересіздер деген қуаныштамын. Бүгінгі сабағым сіздерге түсінікті болса, өте тартымды. Менің сұрақтарыма жауап қайтарсаңыздаршы. Студенттер, күтіп отырмын. Бірінші сілтемені басып, яғни 5 сұрағыма жауап беріңіздер. Қазір жібере беріңіздер, және де оны мен өзім осы Google формада сақталынады. Міне келді. Бұл жаңағы баспармақ әдісім екен ғой. Дұрыс. Аймаханов Нұрғиса жіберіпті. Гипермәтінде белгілеу үшін қандай тектер қолданады? Ahref тегі. Ahref тегі деп Нұрғиса мен неге жазған нақты ережесімен жазамыз, үлкен кіші жақсасын жазып отырып, нақты қалай жазылады? Notepad++, осыны ұмытпаймыз, көрдіңіз ба? Ahref тең тырнақшасына дейін міндетті түрде жазамыз, және де жабылу тегімен жазамыз. Негізгі, бірақ сіз бүгінгі сабақты түсіндіңіз. Негізгі жазылу ережесімен қанды мән беріңіздер. Менде келесі сілтемеде дегеніміз бір сайттан екінші сайтқа көшу дұрыс. Яғни 3 түрі бар, және 2-3 түрімен жасалынған, және сілтеменің қанша түрімен қолданады? 3 түрімен қолданады дейді. Ішкі сыртқы сілтемелер қолданады, гиперсілтеменің жалпы 3 түрге ішілік, жүйелік және жүйе аралық деп 3-ге бөлінеді. Ал веб-сеттерге 2 түрге бөлінеді, ішкі және сыртқы болып. Сіз жаңағы сурет шақырып тегінде 3-ші есепке санаған болған шығарсыз, бірақ ол ішкі және сыртқы 2 түрге бөлінеді. Бір студент дұрыс жауапты, екінші студент.
Келесі студент Роза. Қадір Роза да белгілепті аты жөнімен. Барлығын түсіндім дейді. Енді түсініп келемін. Бұл 2%-ға. Мен қуаныштымын. Бұда да уже түсінбедім деген нәрседе ақпарат жоқ, яғни барлығын түсінді деген сөз. Жақсы, бүгінгі кері байланысымыз жақсы болды деген сөз. Бұл кері байланыстың тапсырманы орындап салыңыздар. Бұл мен кез келген уақытта өзім Google дискімде сақталып тұр, сол жерден алып бағаларыңызды мен Moodle платформасына бағаларыңызды бүгінгі қойып беремін. Бүгінгі сабақтарыңыз түсінікті болды деген қуаныштамын. Үй тапсырмасын түсіндік қой, тағы қайталаймын үй тапсырмасын. Қосымша бүгінгі сабақтан түсінбегендеріңіз болса, қосымша тағы да бір өзіңіз басқа нәрсеге сілтеме жасағыңыз келсе, маған осы чатқа жазыңыздар, Moodle платформасының чатына жазыңыздар, жекеме жазыңыздар. Мен сіздерге соның көрсетемін және де жаттығуларын қосымша беремін. Мен Moodle платформасының лабораториялық жұмыс қойып қойдым. Сода барлық қолданатын негізгі атрибут, көптеген атрибуттарды да қоя кеттім, жаттығуларымен бірге түсіндіріп. Соны ашып қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Қосымша тапсырмаларыңыз, сұрақтарыңыз болса, менің жекеме және де Moodle платформасына чатқа жазыңыздар. Тапсырма түсінікті болды ғой, түсінсеңіздер, бүгінгі сабаққа зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабақты мен осымен қорытындылаймын. Жалпы ақпараттарды барынша сіздерге түсіндіргендім. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгінгі тапсырмамызда Moodle платформасында 4-ші ответ. Ол жақсы болып, сау бола беріңіздер. Мен кейін ответтеріңізді тексеріп, бағаларыңызды қойып беремін. Жақсы, сау болыңыздар.